Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді, көрінісі әдемі наурыз көже дайындаймыз. Біз ең алдымен етімізді суға салып, жақсылап қайнатып аламыз. Етіміз қайнағаннан кейін шыққан көбіктерін аламыз. Ендігі кезекте мен етімді 1 сағат қайнағаннан кейін ноқатымды, машымды, лобиямды саламын. Мен ноқат пен лобиямды алдын ала 1 күн бұрын суға салып дайындап алдым. Мен барлығын жарты пиала көз мөлшерінде алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үйдегі адам санына байланысты көп қылып алсаңыздар да болады. Маш, лобиям, ноқатты салып болғаннан кейін, жарты сағаттан кейін сәбізімді, картошкамды ұсақтап турап салып жібердім. Ендігі кезекте күрішімді салдым. Осы кезде айран мен құрттымызды да салсақ болады. Күрішіміз қайнап піскен соң, уже тамағымыз дайын. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Шын мәнінде өте дәмді, керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.